Қазір өңірлерден бірер ақпар. Ақтаулық полицейлер отбасын өрттен құтқарды. Приморский елді мекенде түнде шыққан өрт жер үйді лезде отқа орайтты. Түнгі кезекшіліктегі сақшылар үйдің жанғанын байқап, адамдар сыртқа алып шыққан. Жедел жәрдемді күтпей қызметтік көлікпен облыстық ауруханаға жеткізді. 3 адамның жағдайы жақсы, 51 жастағы отағасы жансақтау бөлімінде. Төтенше жағдайлар қызмет жөнінде не білесіз тақырыбында қызылордалық құтқарушылар шара өткізді. Онда өрт сөндіру апат жағдай мен судан құтқару қызмет көрсетілді. Орталық алаңдағы мамандандырылған көрмеге арнайы көліктер мен құрал жабдықтар ұсынылды. Жауынгерлік құрамның жедел ұтқыр шараларынан көрініс қойылды. Ал Қарағандағы 31-де 775 әскери бөлімде шаңғы жарысы өтті. Ол тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналды. Эстафетаға өңірдегі әскери гарнизон сарбаздары мен олардың отбасы мүшелері, ауған соғыс ардагерлері қатысты. 500 адам 5 шақырымда бағындырды. Әскерилер осылайша балаларын салауатты өмірге баулуда мақсат еткен. Ал тараздық кәсіпкер көне көліктерді қайта жаңарту бизнесін ашты. Өндіріс шеберханасы 158-де 4 түзеу мекемесінде, ал жұмысқа қабылданған шеберлердің тені жазасын өтеушілер. Көбі бұрын көлік жөндеу орындарында жұмыс істеген. Әзірге өткен ғасырдың 30-60 жылдардағы 2 көлік жөндеуде алынған. Таяуда тағы 4 шағын цех ашылып, 30 адам еңбекпен қамтылмақ. Қарағанда ақпараттық медициналық орталық ашылды. Ол Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның бірлескен жобасы. Жаңа орталықта тұрғындар толық тексеріліп, қажет болса Кореяға барып емделе алады. Бұл күні сондай-ақ бизнес форумы өтіп, екі елдің кәсіпкерлері медициналық туризмді одан әрі дамытудың тетіктерін жан-жақты пысықтады.